Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте керемет рецептпен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл тағамды өзбек халқы және түрік халқы көп жасайды. Бұны өзбек халқы қаттама, ал түрікше көзлеме деп атайды екен. Бірінші жұмысымыз қамырын дайындау. 1 стакан 300 грамм суға 1 шай қасық толық тұз салып, жақсылап араластырамыз, тұз ерігенше. Суымыз міндетті түрде жылы болу керек, тұз ерейтіндей. Тұз ерісе, қамыр өте керемет болып шығады. Міне, тұзды суымыз дайын болды. Енді келесі кезек 600 грамм ұнымызға жаңағы тұзды суымызды салып, орташа жұмсақтықтағы қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ та емес, өте қатты да болмау керек. Эластичный жұмыс жасауға ыңғайлы болу керек. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа бетін жауып, тындыруға алып қоямыз. Тынған қамырымызды алып, бөліктерге бөлеміз. Орташа бөліктерге бөлу керек. Тым үлкен де емес, және тым кішкентай да болмау керек. Барлығын бірдей етіп домалақтап алып, тағы 5 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымыз тынғанға дейін сары майымызды микроволновкада немесе газда ертіп аламыз. Және арасына салуға осындай аскөктерден пайдаланамыз. Міне, дайын болған сары майымызды шетке алып қоямыз. Бізде келесі кезек қамырды жаю. Қамыр жаюда ешқандай ұнды қолданбаймыз. Оның орнына жүгері крахмалынан пайдаланамыз. Жүгері крахмалымен қамырды жаятын болсақ, ол өте оңай жайылады және жұп-жұқа болып жайылуына көмектеседі. Тағы да крахмалмен жаятын болсақ, қабаттары өте керемет болып білініп тұрады, бір-біріне жабыспайды қамыр, жұп-жұқа болады, дәл видеодағыдай. Көріп тұрғаныңыздай, қамыр өте керемет жұқа болып жайылды. Бізде келесі кезек бағанағы ертіп алған сары майымызды алып, ортасына аз ғана салып, бүкіл жеріне жағып шығамыз. Сары майды аз ғана салған дұрыс, өйткені майға қуыратын болған соң, өте майлы болып, сіздің көңіліңізден шықпай қалуы мүмкін. Майды дәл видеодағыдай етіп жағатын болсаңыз, барлық жеріне бірдей етіп жетеді. Видеоны мұқият көріп алыңыз. Дәл осылай майды жағып болған соң, арасына начинкасын, аскөктерді салатын боламыз. Аскөктің орнына пиязды майдалап турап, кішкене қуырып салсақ та болады, немесе ештеңе салмасақ та керемет болып шығады. Аскөкті салып болған соң, бірінші жағын қайырып, сары май жағамыз. Тағы екінші жағында қайырып, дәл солай қайталаймыз. Сары май жағып, сосын жанынан қайырып бастаймыз. Дәл видеодағыдай 4 бұрышты болып шығу керек. Барлық қамырды дәл осылай жасап, 5 минутқа тындырып қоямыз. Бізде келесі кезек табаны газға қойып, газдың астын орташа отқа жағып қоямыз. Табамыз қызғанша қамырдың біреуін алып, жай ғана оқтаудың басы отыра
жұқалап жаямыз. Қатты жаюдың қажеті жоқ. Орташа жұқалықта болады. Табамыз қызған соң, ішіне бағанағы ауысқан сармайымызды барлық жеріне бірдей етіп жағып шығамыз. Сосын қамырымызды салып, бетін жауып қоямыз. 5-7 минуттың ішінде пісіп шығады бір тарапы. Сосын екінші жағын аударамыз. Алтын түске кіргенше пісіріп аламыз. Міне керемет болып пісіп шықты. Видеодан да көрініп тұрған шығар, өте тойымды, өте дәмді қаттама болып шығады. Бұл қаттама өте тойымды, чаймен ішкенге өте керемет кетеді. Қабаттары да өте керемет, бәрі бірдей болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бұл қаттаманың қамырын морозкада сақтауға да болады. Ол үшін пищевой пленкаға орап, морозкаға салып қоясыз. Қалаған уақытыңызда шығарып, жібігеннен соң пісіріп ала бересіз. Рецепт ұнаған болса, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырыңыз.